Қойшыбек, мүбәрәк, құбыжық, жетінші бөлім. Сызылып, таң атып келе жатты. Күннің жалқын сәулесі таудан асып маңайға түсе бастағанда, келіншектің түнде бұлақтан барып алған жамылғысы күннің сәулесімен көкшіл түтінге айналып, жоғалып бара жатты. Көзі шарт жұмулы келіншек қолындағы кемпірдің жіліншігін әлі тауысып жеп отыр. Жамылғы ғайып болған сәтте көзін жарқ еткізіп ашып алып, қолындағы адамның сирағын көріп, баж етіп талып қалды. Біраз уақыттан кейін есін жиған ол ойбайлап, шыңғыра жылап, өз басын өзі жерге тоқпақтап, өзін-өзі қарғап-сілеп, айқасып жатқан өліктің анасын бір, мынасын бір, ақ екем-ау, апатайым-ау, ат екем-ау, деп зарлай жылап, шарқ ұрып жүрді. Күн түс әлеті болайын дегенде есінен мүлдем адасып, жылағанын қойды да шарқылдап күле бастады. Шеткері жатқан түнде көзін бұлақтан көтеріп келген жігіттің мәйітінің қасына барып, «Тұр, Есет, тұр! Сен неге жатырсың? Жүр кеттік, анау күнгі жерге барамыз!» деп екпетінен жатқан жігітті аударып шалқалатты. Басының бір жақ жартысы жоқ, тамағынан ұрылған, бетін қан жауып кетіпті. Ауыра ма? Қатты ауыра ма жаным? Тұршы, келші, сенің құшағыңды сағындым. Анау күнгідей тағы құшақташы. Шешінші. Ыржалақтап жүріп, өліктің қаңған киімін сыпыра бастады. Кеш бата жайрап жатқан қалың өліктің шет жағасында бір сүйіп ұйықтап жатқан келіншек гөр ете түскен дыбыстан оянып кетіп, жан-жағын алақтап, біраз қарап отырды да, атып тұрып, бұлақтың басына жүгіріп барды да, «Әкел шапанымды, әкел!» деп суға тебініп қояды. Судың беті ай сәулесімен дірілдеп барып, қойдың қу сүйек қаңқасы кешегі ала-жағал жамылғыны келіншекке ұсына берді. Жамылғыны жамылған келіншек шақ-шақ күліп, өліктерді жәукемдеп жей бастады. Таң ата барлығын жеп, жоқ қылып, алыстан жылаған байғыздың үніне елітіп біраз отырды да, ұйықтап қалды. Арада 20 жыл өтті. Баяғы ауылдың қаңыраған бос жұрты кең алқапты, сай іші тауысып тұр. Құстар сайлап, арлы-берлі аңдар ұйқастап жүр. Ерекше бір көркем жүріспен секектеген еліктің лағы су ішпекке алаңқайдақ бұлаққа барып, тұмсығын суға мала беріп, бақ ете қалды. Маңайда өлі тыныштық орнады. Барлық ойқастап жүрген аңдар үдере, үрке бұлаққа қарай қарады. Бұлақтың басынан лақтың артқы сирағы бір жарқ етіп көрінді де ғайып болды. Су бетін шымыр-шымыр қайнап барып, астына қарай су ортасынан айнала жөнелген бостық қалдырып, қатты қорып-қорып еткізген дауыс шығарды. Енді әлгі аңғырып тұрған төрт аяқтылар бет-бетімен жақын тұрған қарағайды бетке қарай тасырлатып үрке жөнелді. Жоғарғы таман беттегі қарағайдың арасында адам заманғы зәулім қарт қарағайдың маңайы, аңның жұлынған жүні, жыртылған терісі, төгілген қанжын, бірдеменің қатыр-құтыр сүйек шайнаған дауыс естіледі. Қарағайдың арғы бетінде маралдың жас бұзауын аузымен жәукемдеп, баяғы аузы басы қызыл, қан шашы дударлап кеткен келіншек отыр. Анда-санда адамға жат гүр-гүр еткен дыбыс шығарып қояды. Бұзаудың сирағының бір жағын табанына салып, бір жағын тісімен кеміргілеп жұлып жеп отыр. Кенет тарс еткен мылтықтың дауысы шықты. Атып тұрған әйел көз ілестірмес жылдамдықпен атылып, баяғы ауыл отырған алаңқайдағы бұлаққа келді де суға күмп етіп еніп кетті. Аз кем уақыттан соң баяғы сол 20 жастағы алғаш келіншек болып түскен бейнесіне еніп шыға келді. Жалғасы бар.